Қыздар 4-5 мыңға сметаник пирогын сатып алғанша, осылай өздеріңіз үйден жасасаңыздар да болады. Өте оңай, бір жасағаннан шығады. Ең алдымен жұмсақ сармайымызға қант және де осылай бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Мөлшерлерін төменге қалдырып кетемін. Және де ұнды міндетті түрде електен өткізіп, разрыхитель салып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илеп, пакетке салып, 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін біз начинкасын жасайтын боламыз. Қаймақ саламыз және де 3 жұмыртқа салып, 100 грамм қант салуды ұмытпаңыздар, және де 1 қасық ұн салып, жақсылап араластырасыздар. Біздің қамырымызда кішкене салқындапты. Енді осылай қолымыздың көмегімен табамызға осылай әдемілеп формасын келтіріп аламыз, және де жаңағы біздің начинкамызды құйып, ұнаған осындай замороженный жемістерді салсаңыздар болады, немесе салмасаңыздар да болады. 40 минутқа 180 градуста жібереміз. Қараңыздаршы, сап-сары, өте әдемі болып шықты. Осылай оңай алынады ыдысынан да, және де кескен кезде суытып, бөлме температурасында суытасыздар. Осында ешқандай қаймағы ағып кетпейді, өте дәмді болып шықты. Рецепт ұнаса сақтап алып, парақшама тіркелуді де ұмытпаңыз.